Alhamdulillah ва салату ва саламу аля расулилlah. Жеті күнде тәжвид үйрен кітабының 7-ші сабағын өтеміз. Бүгінгі өтетін сабағымыз тоқтау белгілері екен. Құранда тоқтау белгілері бар. Яғни Құранда аяттың ортасына кейбір әріптерді қояды. Сол жерде қалай тоқтаймыз, не істеу керек, со жайында өтетін боламыз. Құранда аяттың ортасында мим әрпі келген болса, ол жерде тоқтау шарт. Мысалын оқып көрейік. Әлләзина ясмаун. Мим әрпі келіп бір тоқтаймыз. Сосын вәл мәута ябъасухумуллах. Осылай жалғастырып кетеді екенбіз. Ал енді Құран-ы Кәрімде ләм әлиф белгісі тұрған болса, ол жерде тоқтамай қосып оқып кетуіміз керек. Мысалы, وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Міне осылай. Ал енді Құранда джим әрпі келіп тұрған болса, ол кезде қаласақ тоқтаймыз, қаласақ тоқтамай өте шығамыз. Мысалын оқып көрейік. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Немесе тоқтаймыз былай. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Құранда осылай бір белгі тұрған болса, аятта осы белгі келсе, тоқтауға рұқсат, бірақ тоқтамаған абзал дейді. Мысалын оқып көрейік. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Демек, мынандай белгі тұрса, тоқтамай өткен абзал екен. Ал енді мына белгі тұрған болса, ол кезде тоқтаған абзал болады. Мысалын оқиық. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقَتُلُوهُمْ. Осылай тоқтап кейін كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Осылай оқиды екенбіз. Ал енді Құранда осындай 3 нүктелі белгі қатар келген болса, аятта осы белгі келсе, біріншісінде немесе екіншісінде тоқтау қажет. Бірақ екеуіне бірдей тоқтауға болмайды екен. Демек, біреуіне тоқтауымыз керек. Мысалын оқиық. Заликал китабу ла райба фих. Екіншісінде тоқтадық. Худаллил муттақин. Осылай жалғастырып кетеміз. Енді аятта осы белгі келсе, яғни син белгісі келсе, сол жерде тыныс алмай тоқтау қажет. Дем алмаймыз, сәл кідіреміз, қайтып аятты жалғастырып кетеміз. Бұл Құранда 4 жерде келеді. Кәллә бәл рана әлә құлубихим. Осылай оқиды екенбіз. Енді тоқтау белгісінен кейін басқа ережелер дейді. Екі сукунның кездесуі дейді. Бұл өте маңызды. Көп адам осыған мән бермей жатады. Егер тәнуиннен кейін уасыл хәмза келсе, онда тәнуиндегі нун кәсірәлі болып оқылады дейді. Өз тәнуин деген сөз ән немесе иын. Яғни ә сөзіне ны сөз қосылады. Ән, и еді ин болды, у еді ун болды. Демек, сукунды нун келіп тұр, сол жерге қараңыздар. Енді сол сукунды нунды уасыл хамзасынан өткен кезде, сол сукунды болған нунға кәсіра харекесін беріп оқимыз. Мысалын оқып көрейік. Фисқун әл-яума деп Құранда келеді. Біз енді осыны қосып оқыған кезде қалай оқимыз? Фисқунил яума деп оқимыз. Фисқунил яума. Фисқун еді ғой, сукунды нун бар. Енді біз сукунды нунға кәсіра харекетін береміз. Фисқунил яума. Мына жерде ашып жазған екенбіз. Фисқунил яума деп. Қалған жерінің барлығында осылай. Мысалы, келесі мысал. Ражулун ифтара. Енді қалай оқимыз? Ражулун ифтара. Ражулун ифтара. Келесі мысал. Яума изинил хаққу. Келесі мысалы бұл азан дұғасында келеді. Әти Мухаммаданил василата вал фадила. Демек қалай оқимыз?
Muhammadanil деп sukунду нун әрпіне кәсір харекетін беріп оқимыз. Соңғы мысалды оқиық. Жаннати адниниллати ваадтахум. Мына жерге мұқият қараңыздар. Адниниллати. Аднин еді ғой. Екі нун келіп қалды. Аднин. Енді сукунду нунға кәсір харекетін береміз. Адниниллати ваадтахум. Міне осылай оқиды екенбіз. Келесі бір маңызды мәселеге көшейік. Хәмза ләм әлифтің ортасында тұрса созылып оқылады. Ал әлифтің үстінде тұрса созылмай оқылады. Бұл өте маңызды. Көп адам осыны аңғармай жатады. Енді мысалға көшейікші. Әл-әнхару. Мына жерде хәмза әлифтің үстінде тұр. Ол кезде әл-әнхару созылмайды деп. Ал енді әл-әхиратуға келсек, хәмза әлиф пен ләмнің ортасында тұр. Бұл кезде әхиратуды созып бастаймыз. Міне осы нәрсеге мұқият болыңыздар. Әл-әхирату. Келесі мысал әл-әбтару. Бұл жерде созбаймыз, себебі хәмза әлифтің үстінде тұр. Ал келесі мысалда әл-әяти созып дыбыстаймыз. Неге? Себебі хәмза әлиф пен ләмнің ортасында тұр. Тағы да Құранда мысалдарға көшейік. Имәлә деген мысал бар. Бұл енді әлиф әрпін е әрпіне жақын етіп оқимыз дейді. Құранда Худ сүресінде 41-ші аятында келеді. Бір жерде ғана келеді. Бисмиллахи мәжриха ва мурсаха. Тура осылай белгі тұрады. Демек біз бұл жерде мәжриха деп еге жақын қылып оқимыз. Келесі ишмәм деп аталады. Нун әрпін айтпастан бұрын ерінді қосып, кішкене алға созып дамма сияқты оқимыз. Бұл да Құранда Юсуф сүресінің 11-ші аятында келеді. Мә ләкә лә тәмәннә. Мына жерде негізінде тәмәнунә еді. Тәмәнунә еді. Екі нун қосылып кеткен. Енді екінші нунның ішіне кіріп кеткен даммалы нунды білдіру мақсатында ерінді сәл алға шығарып солай оқиды екенбіз. Яғни тәмәннә деп осылай. Келесі тәсхил дейді. Екінші хәмзәні жұмсартып оқимыз. Енді Құранда бұл да Фусилат сүресінің 44-ші аятында бір жерде ғана келеді. Тура осылай келеді. Бұны ә'жәмию ва араби. Осылай дыбысталады екен. Келесі кіші нун дейді. Сукунды нун етіп оқимыз. Әнбия сүресінің 88-ші аятында келеді. Ва казалика нунжил муъминин. Бұл жерде ва казалика нунжил муъминин деп оқимыз. Нунды оқиды екенбіз. Нунжи деп. Кіші син сод әрпінің үстінде келсе, яғни син әрпі сод әрпінің үстінде келсе, син болып оқылады. Валлаху яқбиду ва ябсуту. Ва ябсуту сод болмайды, керісінше син болып оқылады екен. Халқи баста, яғни сод әрпінің үстінде син әрпі тұр, син болып дыбысталады. Енді керісінше кіші син сод әрпінің астында келсе, сод және син болып оқылады. Қаласаңыз сод қылып оқисыз, қаласаңыз син қылып оқисыз. Алайда сод етіп оқу нұсқасы абзал дейді. Яғни сод қылып оққан абзалар екен. Мысалы, әм хумул мусайтирун. Мусайтирун десеңіз де болады, бірақ абзалы әм хумул мусайтирун деп оқыған абзал екен. Келесі Ғашия сүресінде де келеді. Би мусайтир.
осылай басталады екен. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи роббил аламин.